Егер тұмаудың себебінен басыңыз ауырса, тұмаумен күресу жолдарын қарастырыңыз. Кейде бас миы қан тамырларының қысылуы, шаш түбінің ауруы, бас миы жасушаларына оттегі жетіспеуі, сусыздану және шаршаудан да бас ауырады. Бұл жағдайларда дәрі ішпей-ақ оны басқа әдістермен кетіруге болады. Мысалы, магний қан тамырларға жағымды әсер ететін микроэлементтердің бірі. Ол оларды тарылтып қана қоймай, оттекпен қанықтырады. Сондықтан аяқ астынан басыңыз ауырса, құрамында магний бар өнімдерді жеңіз. Мысалы, банан, кепкен өрік, бірнеше қасық қарақұмық, бадам, кешью жеңіз немесе шемішке шағыңыз. Калий. Кейде аз су ішкеннен де бас ауырады, ал ағзаға су жетіспесе, қан мен лимфаны қанықтыратын калий де жетіспейді. Сондықтан оның орнын толтыру үшін, бас ауырғанын кетіру үшін осы микроэлементке бай өнімдерді жеу керек. Олардың арасында ең бастыларының бірі қабығымен бірге буға піскен картоп, сондай-ақ апельсин жеуге болады. Міндетті түрде бөлме температурасындағы су ішу керек. Бұл кезде томат шырыны, қызанақ, айран, йогурт, кепкен жемістер мен теңіз өнімдері де жақсы көмектеседі. Қанты бар қара шай. Тәтті қара шай бас ауырғанды кетіруге көмектеседі. Шайдағы илік заттар қантпен біріккенде микробтарға қарсы және ауырсынуды басатын катехиндер бөледі. Бұл заттар қан тамырларға жағымды әсер етіп, оларды қалыпқа келтіреді. Кальций. Егер шаш түбімен қоса барлық басыңыз ауырса, ол кальций жетіспеуімен байланысты болуы мүмкін. Сондықтан бір таблетке кальций ішіңіз, немесе бөлме температурасындағы бір стакан айран ішіңіз. Сол секілді құрамында кальцийі бар басқа да өнімдерге мән бергеніңіз жөн. Эстроген. Әйелдерде эстроген гормоны деңгейі азайғанда жиі бастары ауырады. Мұндай кезде маманға қаралу керек. Бірақ бас ауырғанды уақытша әрі жылдам кетіру үшін эстрогенге дәруменіне және майлы қышқылдарға бай өнімдер жеуге болады. Мысалы, алма, зәйтүн майы, соялық өнімдер, бұршақтылар, қызыл балық, грек жаңғағы, жер жаңғақ, пісте, кепкен қара өрік және өрік. Егер тамағыңыз ауырып тұрса, мына өнімдерді жемеңіз. Қыс мезгілі тек мерекелер емес, тұмаудың да маусымы. Тұмау белгілерінің бірі тамақтың ауруы. Бізге үйреншікті кей өнімдер тамақтың тез жазылуына кедергі келтіреді. Ендеше тамағыңыздың ауырып немесе қышып тұрғанын сезсеңіз, қандай тамақтардан бас тартқан жөн? Ең алдымен қытырлақ тіске басарлар. Олар чипсы, крекер, қытырлақ нан және осылар секілді басқа да тіске басарлар қаттылығы үшін тұмаудың жағымсыз белгілерін күшейтіп жіберуі мүмкін. Ащы тамақ. Тамағыңыз ауырып тұрған кезде рационыңыздан барлық ащы тұздықтар мен тіске басарларды алып тастаңыз. Олар тамақтың ауруы мен жөтелді одан әрі ушықтырып жіберуі мүмкін. Цитрусты жемістер. Цитрусты жемістер С дәруменіне бай және олар иммунитетті қатайтады. Бірақ өзінің қышқылдылығы үшін тамақтың қышуы және тітіркенуін күшейтіп жібереді. Сондықтан егер тамақтың ауруыңыздың негізгі белгісі болса, лимондар мен апельсиндерден бас тарта тұрыңыз. Шикі қатты көкөністер. Сәбіз, балдыркөк секілді қатты көкөністерді жемей тұра тұрыңыз. Олар тітіркеніп тұрған шырыштыны одан әрі жарақаттап, жазылуына кедергі келтіруі мүмкін. Тамағыңыз ауырып тұрған кезде көкөністерді бұқтырыңыз. Сондай-ақ олардан смузи немесе езбе дайындап жеген дұрыс болады. Қызанақ жұмсақ көкөніс болғанымен ол қышқыл тамаққа жатады. Сондықтан тамақ ауырғанда одан да бас тарта тұрған жөн. Қуырылған тамақ. Қатты қуырылған өнімдер тамақтың қосымша тітіркенуін туындатады. Сондықтан ауырып жүрген кезде суға піскен және бұқтырылған тамақтарды дайындаған жөн. Ем болсын, ауырмаңыз.